мына Қарабатанда EMCC дейтін компания болды, сонда жұмыс жасадым. Сол компаниямен бірге біздерді мамандар ретінде неге тартады? Россияға жұмысшылар. Сібірге зауыт салуға. Сол жақта жұмысқа барған кезде жаңағы бізге отдельно қонақ үй жалдап береді. Қонақ үй жалдап берген кезде жаңағы қонақ үйдің ішінде нелер тұрады. Інжілді ішіп жатқаннан кейін жаңағы кітап тұрғаннан кейін алып оқи бересің ғой. Ең бірінші Иса пайғамбар жайлы сол жерде бастап оқыдым. Сонан бастап осы қызық бастадым да, сол Қазақстанға келдім, Қазақстанға келгеннен кейін сол жаңа айттым да, Иса дейтін пайғамбар бар екен, осылай. Енді жайлап мында Қазақстаннан кейін қазақ адамдар түсіндірді да, ол дұрыс пайғамбар, біздің де пайғамбарымыз бар. Жаңағы пайғамбарымыз Мұхаммед осылай. Бір кітаптар алдым. Жалпы енді ол кезде мен жаңағыдай діндердің арасында жаңағы былай дейтін көзқарастарды ол кезде айырған жоқпыз. Мен үшін бәрі бір еді ғой. Жаңағы салафизм немесе басқа бір ағымдарға кіріп жатырмын деп өзім ойлаған жоқпын. Енді бір видеоларды алып интернетте жалпы қарадым да бір. Ол жерде енді Сирия, по-моему, жоқ. Талиптер ғой, Ауғанстандағы. Солардың жаңағы американецтермен соғысып жатқан видеолар болды. Сол видеоларды өзім ВК парақшама скачать етіп алған ғой. 17-нің мен сентябрьінде сатып алдым ғой. ВК парақшама салдым. Салғаннан кейін оны еще менен бір адамдар кіріп қараған ғой. Қарағаннан кейін ол жаңа не болып есептелінеді екен. Распространение дейді. Салафизм жолындағы адам болсын, кез келген адам тыңдай беріңіз. Мен анау кімнің өлеңін тыңдап көрдім. Темір Мұсараев дейді. Ол кісі жаңа джихад туралы өлеңдер айтады екен. Өлең ғой, жаңа 10 мың адам жиналамыз, Иерусалимді басып аламыз деген сияқты өлеңдер болды. Талибанды деттім ғой кішкене, қолдап, солардың дұрыс екен деген. Мен ойладым, жаңағы бір кәпірлермен міндетті түрде соғысу болар деп. Теологтар келіп жұмыс жасап түсіндіріп жатыр ғой, енді мұсылман дейтін міндетті соғыс жүру емес деп постоянно. Қару астында жүру деген нәрсе емес. Дінді үйренген кезде асығыс шешімдер шығармау керек қой. Потому что әрбір хадис болсын, аят болсын, оның түсінігі несі бар да, осыған дейін ғалымдарымыз талай жазып кеткен еңбектері бар. Қазір теологтар соны түсіндіріп жатыр. Асықпау керек те адам. Екінші жалпы ұстаз болу керек қой міндетті. Негізі бір мазхабты ұстанған дұрыс қой, әр жерден теріп ұстаған. Сол қателесудің басы сол.